Баршаңызға сәлем. Бүгін біз жалпы дүниежүзі тарихынан Батыс Рим империясының құлауы атты дәрісімізді бастайтын боламыз. Жалпы біз ежелгі дүние тарихынан Рим империясы туралы толық ақпарат білген болатынбыз. Енді Батыс Рим империясының құлауы жайлы айтатын боламыз. Жалпы Рим империясы бізде екіге бөлінген болатын, батыс және шығыс Рим болып, яғни Батыс Рим империясы 395-тен 476 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Енді біз бүгінгі дәрісте осы Батыс Рим империясының құлауы жайлы толық мәлімет білетін боламыз. Енді сабақты бастайтын болсақ, жалпы Рим империясының екіге бөліну тарихы туралы айта кететін болсақ, жалпы бұл оқиға бізде 395 жылы болған болатын. Жалпы мына картада көріп отырған сызық бойынша, мысалы мұндағы сары түс шығыс Рим империясы, мұндағы қою сары түс ол Батыс Рим империясы болған болатын. Ал мына жақтағы сары түс, ашық сары, ол кейінгі кезеңдегі Византия империясының негізі болған болатын. Оның құрамына жаңағы мысалы мына жердегі Балқан түбегі, Кіші Азия түбегі, Сирия, Палестина және Египет аймақтары кірген болатын. Ал енді бүгінгі дәрісте айтатын боламыз, ол бізде Батыс Рим империясы. Батыс Рим империясының аумағына келер болсақ, ол мысалы мына жердегі Испания, Еуропаның батыс бөлігі, Галлия аймағы, Италия, сонымен қатар Африканың солтүстік бөлігі аймақтары осы Батыс Рим құрамына кірген болатын. Енді мына жердегі құжатты оқып отыратын болсақ, бізде жалпы кітаптың бетін бұл жерде Рим империясын екіге бөлу тарихы сипатталады. Яғни бірінші Константин императордың өлімінен соң империяны ол ұлдары екінші Константин, Констант, үшінші Констанций өзара бөлісіп алады. Ағайынды императорлардың арасындағы бейбітшілік ұзаққа бармады. Қырғын соғыста екінші Констанций Константинопольді басып алып, жеңіске жетті. Алайда ол 361 жылы кенеттен ауырып қайтыс болды. Таққа Юлиан отырды. Юлиан империяның бұрынғы дәстүрлі діни культтеріне қолдау жасап, қайта жаңғыртуға күш салды. Дегенмен ол діни реформаны аяғына дейін жеткізе алмай, парсылармен соғыста қаза тапты. Оның мұрагері Йовиан Юлианның дінге қатысты барлық қаулыларының күшін жойды. Йовианнан кейін ағайынды бірінші Валентиниан және Валент императорлар болып жарияланды. Олар билік еткен тұста шекарадағы варварлардың қысымы күшейді. Бүгінгі дәрісте біз варварлар, жалпы олардың барлығы туралы әлі алдағы уақыттарда айта кететін боламыз толық. Батыста Валентиниан герман тайпаларымен күрессе, Валент шығыстағы соғыс қимылдарына қолбасшылық етті. 376 жылы император Вестготтарға Фракияда қоныстануға рұқсат етті. 378 жылы Вестготтар көтеріліске шығып, Валент шайқаста қаза тапты. Бірінші Валентинианның ұлы Грациан император атанды. Ол империяның ең мықты қолбасшысы Флавий Феодосийді шығыстағы тең билеуші деп жариялаған болатын. Яғни шығыс Рим, қазіргі Византияның басшысы ретінде Флавий Феодосий сайлаған болатын. Бірінші Феодосий Вестготтармен келісімге келіп, олар Мезия және Фракия жерінде автономияға ие болды. Вестготтар салықтардан босатылды. Оларға азық-түлік пен қару-жарақ мемлекеттік қазынадан тегін берілді. Жалақы тағайындалды. Бұл жеңілдіктер үшін Вестготтар императорлық армияда қызмет етуге міндеттенді. Осылайша Рим империясының аумағында алғашқы варварлық мемлекеттердің құрылуына жол ашылды. Феодосий гот мәселесін шешіп жатқан кезде Римді төңкерістер жалыны шарпыды. Грациан өлтіріліп, тақ таласы басталды. 394 жылы Феодосий әскердің көмегімен Римдегі жағдайды тұрақтандырып, билікті қолына алды. Бірінші Феодосий діни саясатында христиан дінін жақтады. 381 жылы император Константинопольді барлық христиандардың басын екінші рет қосты. 391 жылы Римнің бұрынғы дәстүрлі діни культтерінің ғибадатханалары жабылып, ұстанушылары қудаланды. Ал 394 жылы Феодосий христиан дінін империядағы жалғыз дін деп жариялады. Сөйтіп христиандық пен ежелгі діни культтар арасында бірнеше ғасырға созылған қарсыластық мәресіне жетті. Енді осы кезде Римнің екіге бөліну туралы айтылады. Яғни 395 жылы қаңтарда бірінші Феодосий қайтыс болды. Ол өлер алдында империяны ұлдарына бөліп берді. 17 жасар Аркадийге шығысты, яғни Византия аймағын Аркадийге береді. Ал інісі Ганарийге болса, ол Батыс Рим империясын бөлген болатын. Енді біз бүгінгі дәрісте осы Ганарийге берілген Батыс Рим империясының толық сипаттап өтетін боламыз. Және мына құжатта айтылған Вестготтар, Астготтар, яғни жалпы герман тайпалар туралы да толық түсініктеме беріп өтетін боламыз. Енді Римнің экономикалық құлдырауына келер болсақ, жалпы егер сіз ұбт-ға дайындалатын болсақ, осы кішкене бөліктегі мәтінді оқысаңыз жеткілікті. Ал егер қосымша тарихи біліміңізді арттырам немесе
жалпы тарихты түсінгім келеді десеңіздер, осы мына құжаттағы яғни кітап бетіндегі ақпараттарды толықтай қамтысақ болады. Ал егер ұбт-ға дайындаламын десеңіз, онда мына қысқа мәтінді оқысаңыз, қысқа мәтінді оқып жақсылап жаттап алсаңыз жеткілікті. Яғни Римнің құлдырауына келер болсақ, 4 ғасырда Рим империясы құлдырай бастаған болатын. Оның негізгі себептері құлдар еңбегінің тиімсіздігі. Яғни құлдардың өмір сүру сапасы өте төмен болды, олардың жұмыс жағдайы да өте ауыр болды, сондықтан олар артық өнім өндіруге деген ұмтылысы да болмады. Олар өнімді көп өндіруге мүдделі болмады. Қарапайым еңбекші халықтың шіркеуге төлейтін салықтарының көбеюі жалпы халықтың жағдайын нашарлатып жіберген болатын. Және де халық мынау шіркеуге ондық салық төлейтін болған. Сол ондық салықтың ауыртпалығынан олар салықтан төлемеуді шешіп, жалпы шіркеуге салық төлемей кеткен болатын. Ал шіркеу оларды күпірлер, яғни еретиктер деп қабылдап, оларға қарсы қозғалысын бастайды. Осылай Рим империясы әлсірейді. Рим империясының экономикалық құлдырауы және саяси тұрақсыздығы адамдардың санасына әсер етті. Адамдар енді Рим құдайларына сенбейтін болды. Олар жаңа дін христиандыққа бет бұра бастады. Рим империясының құлдар мен қарапайым халық шіркеудің алым салығына, дінбасыларға наразылығынан күпірлер қозғалысы туындаған болатын. Енді жалпы ақпаратқа келер болсақ, ол Римдегі негізгі экономикалық қиындыққа тап келген мәселе, ол бізде құл иеленушілік қозғалыстың құлдырауы болған болатын. Рим империясында жер өңдеу, қолөнер мен сауда жақсы дамыды. Ірі құл иеленушілік шаруашылықтар әртүрлі тауарлар шығарған болатын бастапқы кезеңде. Жерорта теңізінің алабында сыртқы сауда байланыстары кеңінен таралды. Алайда 3 ғасырдың өзінде ақ шаруашылық дамымай тұрақтап қалды, ал кейін мүлде құлдырай бастады. Бұл құлдыраудың негізгі себебі өндірудің құл иеленушілік әдісінің дағдарысқа ұшырауында жатты. Құл иеленушілік құрылыс кезінде экономиканың даму мүмкіндіктері шектелді. Құл өндірісті дамытуға, еңбек құралдарын жетілдіруге мүдделі болмады. Құл иеленушілік шаруашылық арзан жұмыс күші болған жағдайда ғана экономикалық тұрғыдан тиімді болды. Қанаудың құл иеленушілік түрінің шаруашылық шегінде жұмыс күшін өндіру мүмкіндігі өте төмен болды. Құлдың өз отбасысы болмады. Ол ауыр жұмыстан тез әлсіреп, ерте қайтыс болды. Сондықтан шаруашылықтарды құлдармен тұрақты түрде қамтамасыз етіп отыру қажеттілігі туындады. Ал құлдардың қатарын тек табысты соғыстар мен тонаушылық экспедициялар және құл саудасы арқылы толтырып отыруға болатын. Алайда Рим империясының әскери қуатының төмендеуі және шекарада қорғанысқа көшуі құл иеленушілік шаруашылықтарды құлдармен қамтамасыз етуге мүмкіндік бермеді. Сөйтіп құл иеленушілік экономиканың даму жолындағы кедергіге айналды. Сондықтан бұл құл иеленушілер құлдарды қанаудың әдісін өзгертуге мәжбүр болды. Олар құлдарға жер беріп, тәуелді шаруаларға айналдыра бастады. Сонымен қатар ірі жер иеленушілері бос жатқан жерлерге еркін жалға алушыларды тартуға ұмтылды. Үкіметтің бұрынғы әдіс тәсілдері мен халықты басқаруға шамасы жетпегендіктен шонжарлардан көмек сұрауға мәжбүр болды. Мемлекет колондардың мемлекеттік міндеткерліктерді, салықтық және әскери орындауын қадағалауды ірі жер иеленушілеріне жүктеді. Жер иеленушілер өздерінің әкімшілік сот билігін және әскери жорықтарды ұйымдастыруды қолға алды. Осылайша мемлекеттік бюрократиялық жүйе ыдырап, шонжарлардың дербес билігі орнай бастады. Сонымен бірге саяси биліктің бөлшектенуі белең алып кетті. Егер бұрын провинцияларды орталық биліктің атынан шенеуніктер басқарса, енді аймақтардағы билік жергілікті шонжарлардың қолына көшті. Бұл Римдік құл иеленушілік мемлекетте феодалдық қарым-қатынастардың басталғанын көрсетеді. Яғни осы мәселелер бізде Римнің ішкі экономикалық қиындыққа тап келгенін аңғартады. Одан кейін жалпы бізде варварлар деп аталған ерекше ұғым бар. Мысалы осы қысқа мәтінді оқып алатын болсақ, ұбт-ға дайындалу барысында осы қысқа мәтінді оқысаңыз немесе жаттап алсаңыз жеткілікті. Яғни 4 ғасырда Батыс Рим империясының құрамына кірген жерлерге келер болсақ, олар жаңа айтып өткеніміздей Еуропаның батысы, яғни мынау Испания, Португалия жерлері, Дунайдың оңтүстік жағалауы, Балқан түбегі, Жерорта теңізіндегі аралдар, солтүстік Африка, Мысыр, Қара теңіздің шығыс жағалауы, Кіші Азия, Сирия, Палестина, Месопотамияның бір бөлігі, яғни Қос өзенінің бір бөлігі. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдың соңында Рим қоғамында дағдарыс басталды. 3-4 ғасырларда варварлар грекше жатжерлік деп аталған герман тайпаларының, яғни герман, кельт, славян тайпаларының жаулап алушылығы Римнің тағдырын шешті. Герман тайпалары аңшылық пен мал шаруашылығын меңгерді. Кельттер
Біздің заманымыздан бұрынғы 6-3 ғасырларда Германия, Франция, Англия, Испания, Ирландия, Швейцарияда мекендеген кельттер француз, ағылшын, ирланд, испан халықтарының қалыптасуына үлес қосқан болатын. Жалпы Рим империясында латын тілін білмейтін және мәдениетін бойына сіңірмеген, империяның шекарасынан тыс жерлерде өмір сүрген тайпалар мен халықтарды римдіктер варварлар, яғни жат жерліктер деп атаған болатын. Империямен шектескен варварлық этностық топтардың ішінде кельттер, германдықтар мен славяндар ең маңыздылары болып табылады. Кельттер, олар солтүстік Италия, Галия, Испания, Британия мен Ирландия жерлерінде мекендеді. Олардың жекелеген қоныстары Германияда да кездесті. Рим империясы солтүстік Италияны, Галия мен Испанияны жаулап алды және олардың халқы римдіктермен араласып бірыңғай халық Гал Рим және Испан Рим қалыптасты. Британиядағы кельттердің басым бөлігі де бағындырылды. Алайда бұл халық романдануға ұшыраған жоқ және өздерінің патриархалдық құрылысын сақтап қалды. Римдік жаулап алуға ұшырамаған Ирландия мен Шотландияның кельттері өзіндік ерекшеліктерін толық сақтап қалды. Яғни бұл жердегі Ирландия мен Шотландия дегеніміз мынау Ұлыбритания, Англияның батыс бөлігіндегі аймақтар болып табылады. Олар өздерінің ерекшеліктерін сақтап қалған болатын. Ал кельттер орта ғасырлық еуропалық халықтардың, оның ішінде мысалы ағылшындардың, француздардың және испан халықтарының қалыптасуында маңызды орын алды. Ирландықтар мен шотландықтар кельттердің тікелей ұрпақтары болып табылады. Кельттердің шығысында герман тайпалары қоныстанды. Біздің заманымыздың басында олардың тұрақтары Висла мен Орта Дунайға дейін созылып жатты. Аңыздарда германдықтардың атамекені ретінде Скандинавия аталады. Яғни Еуропаның солтүстік бөлігіндегі жарты бөлігі кіріп тұр. Яғни Норвегия, Швеция, Финляндия сияқты мемлекеттер осы Скандинавия халықтар деп аталады. Осы Скандинавия аталады. Германдықтар көптеген тайпаларға бөлініп өмір сүрді, бірақ ірі соғыстар мен шапқыншылықтар кезінде тайпалық одақтарға бірігіп отырды. Әрбір тайпа оқшауланған аумақты алып жатты және оны сақтап кеңейтуге ұмтылды. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырдан бастап Римнің германдықтармен бейбіт және әскери қарым-қатынастары басталды. Біздің заманымыздың алғашқы ғасырларында славян тайпалары Висладан жоғарғы Волга мен Окаға дейінгі Балтық жағалауынан Қара теңізге және Дунайға дейінгі орасан зор аймақты алып жатты. Сол кездің өзінде ақ славяндардың негізгі кәсібі жер өңдеу болды. Халықтардың ұлы қоныс аударуы кезеңінде славяндар батысқа және оңтүстікке жылжи отырып герман тайпаларын ығыстырды. Кей жерлерде славяндар Эльбаның батысы мен Дунайдың оңтүстігіне дейін қоныстанды, ал кейін Балқан түбегінің көпшілігін басып алды. Осылайша славяндардың оңтүстік, шығыс және батыс тармақтары пайда болған болатын. Енді Батыс Рим империясының орнына германдықтардың корольдықтары пайда болған болатын. Рим империясы құлап, Еуропа орта ғасырларға аяқ басады. 395 жылы Рим империясы жаңа айтып өткеніміздей батыс және шығыс болып бөлінді. 475 жылы Римде император болып 16 жасар Ромул, яғни оны халық лақабатымен Августул деп атаған болатын. Осы Римнің соңғы императоры болған болатын, Ромул Августул. Батыс Рим империясы 476 жылы жойылады, ал Римнің шығыс бөлігі, ол Византия деп аталып, ол 1453 жылға дейін өмір сүрген болатын. Ал батыс бөлігі 476 жылы тарих сахнасынан адырап, оның орнына жаңа герман корольдіктері қалыптасқан болатын. Мына схемаға қарайтын болсақ, Рим империясы шығыс пен батыс болып бөлінді, ал батыстың орнында бізде франктер, вестготтар, астготтар, вандалдар деген жаңа жат жерлік, римдіктер жат жерліктер деп атаған тайпалар орнын басқан болатын. Осылайша бізде құл иеленушілік дәуір аяқталып, феодализм пайда болған болатын. Енді әскери әлсіздікке келер болсақ, қорғаныс жүйесінің күйреуі, жалпы жаңа герман тайпалар туралы айта кетер болсақ, мынау герман тайпалар дегеніміз жаңағы Батыс Рим империясының орнына құрылған жат жерлік тайпалар. Яғни олар Италияның солтүстік бөлігіндегі тайпалар. Мына картадан көріп отырғанымыз, мысалы алемандар, олар қазіргі германдықтардың негізгі ата тегі, франктер, яғни Франция аймағындағы визиготтар, немесе вестготтар және астготтар, бұлардың барлығы Римнен тыс жатқандықтан олар герман тайпалары саналған болатын.
Осылайша бізде римдіктерге осы тайпалардың қысымы күшейе түскен болатын. Енді германдықтар туралы айта кетер болсақ, герман тайпаларында жаңағы астгот, вестгот сияқты тағы басқа герман тайпаларындағы маңызды мәселелер тайпа жиналысы тингте шешілген болатын. Яғни тинг дегеніміз ол осы жаңағы халықтардағы тайпа жиналысының атауы. Соғыс герман тайпалары үшін негізгі кәсіп болған болатын. Яғни герман тайпалары тек соғыс нәтижесінде өздерін қару-жарақпен, азық-түлікпен қамтамасыз етіп отырған болатын. Германдықтарда барлық пұтқа табынушылар сияқты құдайлар көп дегенге сенді. Германдықтардың да өздерінің көптеген құдайлары болды. Енді әскери ыдыраудың себептері, жалпы германдықтардың шапқыншылығынан қорғану үшін римдіктер шекараға топырақ үйіп, ор қазып, тас қабырғалармен қоршалған әскери лагерлер орнатқан болатын. Римдіктердің бұл шекара бойындағы мұндай бекіністерін римдіктер лимес деп атаған болатын. Яғни лимес деген ол шекара бойындағы римдіктердің бекіністерінің атауы, лимес деп атаған болатын. Енді ұлы қоныс аудару дәуірінде ғұндарға келер болсақ, енді ұбт-ға дайындалар болсаңыз, осы мәтінді оқысаң жеткілікті. Ол мысалы Батыс Рим империясының құлауына ғұн тайпалары өз үлесін қосқан болатын. 5 ғасырдың ортасында ғұндар Тиса жағалауында өмір сүрген, яғни ол Қара теңіздің солтүстік бөлігіне дейін жеткен. Ғұндар жалпы Еуропаға орталық Азиядан келген тайпа болып саналады. Ғұндар түркі халықтарының, соның ішінде қазақ халқының арғы ата бабалары екенін ғалым Бернштам өз еңбегінде жазған. 4 ғасырдың 70 жылдары ғұндар солтүстік Қара теңіз өңірінде пайда бола бастады. Олар алғаш рет Азов теңізі өңірін мекендеген алан тайпаларын бағындырды. Батыс ғұндарға Еділ мен Дунайға дейінгі жерлер бағынды. Ғұндардың жалдамалы жауынгерлері әсіресе 5 ғасырдың 20 жылдары Рим әскерінің бөлігін құрады. 5 ғасырда ғұндар Панонияға орналасты, яғни Панония дегеніміз қазіргі Венгрия, Австрия, Югославия мемлекеттерінің аумағы. Бұл аймақ батыстағы ғұн империясының орталығына айналды. Ғұн билеушісі бұл кезде Атила 395-453 жылдар өмір сүрген, 434-453 жылдар билік құрған. Кезінде ғұн державасы біраз кеңейген болатын аумағы. Византияның 5 ғасырдағы тарихшысы грек Приск Паниский Византия тарихы атты еңбегінде Атиланы ірі мемлекет тұлғасы, дана билеуші ретінде сипаттайды. Приск Паниский Атила мемлекетін Римнің қауіпті бақталасы ретінде сипатталады. 451 жылы ғұндар басып алып, өртке ораған қалалары Мец, Рейншпеер. 451 жылы ғұндар мен римдіктер арасында Каталон шайқасы болған болатын. Яғни бұл шайқастың нәтижесінде екі тарап тең түскен болатын. Енді Батыс Еуропада варварлық корольдіктердің құрылуына келер болсақ, 4 ғасырдың соңында халықтардың ұлы қоныс аудару нәтижесінде герман және басқа да варварлық тайпалар Батыс Рим империясын жаулап алды. Империяның шегіне бірінші болып готтар қозғалды. Олар батыс вестгот және шығыс астгот тайпаларға бөлінді. Готтардың одағына жаулап алынған басқа да герман тайпалары, славяндар және сарматтар енді. Готтар Рим империясына қарсы әскери жорықтарды жиі ұйымдастырып отырды. Эрманарих король тұсында астготтар одағы күшейіп, бірқатар славян тайпаларының одақ құрамына қосып алды. 375 жылы Қара теңіз аймағына Азияның ішкі аймақтарынан келген жауынгер көшпелі тайпалар ғұндар басып кірді. Ғұндар бұл уақытқа қарай көптеген халықтарды бағындырған еді. Олардың келуі герман тайпалар арасында үрей туғызды. Ғұндардың соққыларынан астготтардың тайпалық одағы құлады, ал олардың көсемі Эрманарих өз-өзіне қол жұмсады. Астготтардың негізгі бөлігі ғұндардың билігін мойындады. Ғұн қаупінен құтылу үшін вестготтар, яғни жаңа батыс готтар, олар Рим империясына жүгініп, оларға жер беруін өтінді, ал оның өтемі ретінде империя жағында әскери қызмет атқаруға келісті. Император Валент вестготтардың ұсынысын қабыл алып, оларды Мезияға орналастырды. Бірақ Рим билеушілері уәделерінде тұрмай, вестготтарды азық-түлікпен қамтамасыз етпеді және оларды құлдармен теңестірді. Бұл вестготтардың көтерілісіне алып келді. Адрианополь 378 жылы түбіндегі шайқаста готтар жеңіске жетіп, Валент қаза тапты. Рим қолбасшысы Феодосий вестготтарды үлкен қиыншылықпен Константинопольден ығыстырды. Феодосий император тағына отырғаннан кейін готтармен келісімге келіп, оларға Балқан түбегінің ең шұрайлы жерлерін беруге мәжбүр болды. 395 жылы Феодосий қайтыс болысымен-ақ готтар Алларихтың басшылығымен қайта көтеріліске шығып, тонаушылық жорықтарға көшті. Готтардың көтерілісі кезеңінде империяға басқа да герман тайпалары басып кіре бастады. Римдіктер Римді қорғау үшін провинциялардағы әскерлерді шақыруға мәжбүр болды. Сөйтіп, қорғаусыз қалған Рим провинцияларын герман тайпалары басып алды.
Бұл үлкен құрбандыққа қарамастан 410 жылы мәңгі қала құлады, яғни Рим құлады. Аларихтың әскері қаланы талан-таражға түсіріп, оңтүстік Италияға шегінді. Готтар бұл жерден Сицилияға, ал кейін солтүстік Африкаға өтуді жоспарлады. Алайда олар үлкен сәтсіздікке ұшырады. Готтардың жеңімпаз көсемі Аларих жолда қайтыс болды. Вестготтар жаңа корольді сайлап қайтадан солтүстікке жылжыды. Жаңа ғұндаршылға сырып кетер болсақ, ғұндар жалпы көшпелі мал өсірушілер болды, рулық тайпалық құрылыс жағдайында өмір сүрді. Амиан Мартелин ғұндардың жауынгерлік қасиетін өздеріне қауіп төнсе соғысуға шақырады. Соғысқан кезде жауын шеңберлей құрсауға алып, қатты ашулы дауыстар шығарады деп жазған болатын. Ғұндар әскери өнер жағынан нағыз жауынгер халық болған. Соғысты ұшы өткір жебе мен мықты садақ арқылы жүргізген. Қоян қолтық шайқаста ешкім олардай қылышпен шебер соғыса алмайды. Ал гот тарихшысы Йордан болса, ғұндар туралы: олар аласа бойлы, кең иықты, бірақ шапшаң қимылдайды. Ат үстінде өздерін өте мықты ұстайды. Садақ атуға шебер, тәкаппарлана тік жүреді. Ғұндардың соғысқа жарамсыздары үй шаруасымен айналысады, ал жастар айбынды жауынгерлерге айналады. Олардың құлдар туралы тіпті де түсінігі жоқ. Себебі олар бәрі бір тектен шыққан ақсүйектер деп жазған. Ғұндар тек жаулаушылар емес, шығыс мәдениетінің белгілерін батысқа әкелушілер болды. Мысалы, ғұн қару-жарақтарының үлгілері бір жүзді қылыштар мен қанжарлар, үшкір басты жебелер және ат әбзелін ғұндарға дейін ат әбзелдерді ғұндарға дейін Еуропа білмеген болатын. Мысалы, картадан қарап отыратын болсақ, угрофиндіктер және түркиш трайбес деген ол бізде ғұндар болып табылады. Мысалы, аландар Қара теңіздің, Каспийдің батыс бөлігі мен Қара теңіздің шығыс бөлігіндегі аландарды осы ғұндар жаулап алған болатын. Осылай ғұндар Еуропаға келген болатын. Ал Италияның солтүстік бөлігінде бургундтар, Италияның солтүстік шығыс бөлігінде вестготтар немесе ломбардтар, ал қазіргі Испания, Португалия аймағында вестготтар өмір сүрген болатын. Яғни олардың барлығы гот болып негізі Италияның солтүстік бөлігінде болған болатын. Алайда вестготтар кейінгі мына ғұндардың қысымынан кейін батысқа көшуге мәжбүр болған болатын. Енді Рим империясының құлауына келер болсақ, батыс Рим империясының ол 395 жылы жаңа Феодосия екіге бөлгеннен кейін Аркадийге және Ганариге осы 395 жылы бөлініп батыс Рим империясы 476 жылы ыдыраған болатын. Оның ыдырауына бірнеше себептер болған болатын, жаңа оны айтып өткен болатынбыз. Енді қысқаша айта кетер болсақ, романдық батыста шаруаларды қанаудың күшеюі мен германдықтардың шапқыншылықтары салдарынан қалалар қаңырап, сауда мен қолөнер құлдырады. Натуралды шаруашылық дамыды. Жалпы экономикалық дағдарыс орталық биліктің әлсіреуімен қатар жүрді. Сондай-ақ германдықтардың келуімен әскери өнер мен мәдениет те төмендеді. Ал эллиндік шығыста керісінше мықты императорлық билік болды. Оның үстіне шығыстық провинциялар мен қалалар шапқыншылыққа аз ұшыраған болатын. 395-396 жылдары конунг Аларихтың басшылығымен көтеріліске шыққан вестготтар Македония мен Грекияны күйретті. Ганоридің қамқоршысы Вандал Стилихон оңтүстік Грекияда вестготтарды талқандады. Яғни бізде Аларих жаңа Италияны басып алғаннан кейін бірте-бірте шығыс Рим империясына, яғни кейінгі Византияның аумақтарына шабуыл жасаған болатын. Яғни ол Грекия аймағы. Мысалы, мына жердегі Балқан түбегінде Грекия аймағын осы Аларих шабуыл жасаған кезде осы шығыс Рим империясынан оны өзі Вандал Стилихон атты қолбасшы қорғаған болатын. Бірақ Аларихке шығыс Рим империясының көмек көрсетуі вестготтардың қайта күш алуына жағдай жасады. 401 жылы Аларихтың сансыз көп әскері Италияға басып кірді. Стилихон провинциялардағы легиондарды Италияға шақыруға мәжбүр болды. Армияға тіпті еркіндік алған құлдар мен колондар да тартылды. Стилихон вестготтарды 2 рет талқандап Италиядан ығыстырды. Стилихон жеңісінің құрметіне Римде соңғы триумф тойланды. 405 жылы Италияға кезекті жау басып кірді. Конунг Радагайс басқарған герман тайпалары Флоренция түбінде талқандалды. Бірақ қорғансыз қалған провинциялар варварлардың оңай олжасына айналды. 408 жылы Италияның нағыз қорғаушысы Стилихонның Римде сатқындықпен өлтірілгенін естіген Аларих Италияға басып кірді. 408-409 жылдары вестготтар мәңгілік қаланы 2 рет қоршап ала алмады. Император Ганари Равенна қаласына тығылды. 410 жылы Аларих өз дегеніне жетіп Римді басып алып тонауға ұшыратты. Сол жылы Аларих оңтүстік Италияға жорық үстінде ауырып қайтыс болды. Кейін вестготтар Аквитанияда өздерінің корольдіктерін құрған болатын. Бұл 419 жылы болған оқиға.
қабілетсіз Ганорий тақта Иоанн атты императорға алмастырған болатын. Одан кейін император атағы Ганорийдің жиені 3-ші Валентианға көшті. Осы уақытта Батыс Рим империясы императорлардың көз алдында ыдырап жатты. 407 жылы римдіктер Британияны тастап, арал тәуелсіздігін алды. Галлияның оңтүстік шығысында бургундтар, Испанияның солтүстік батысында свевтер орнықты. Ал солтүстік Африкада вандал мемлекеті, мысалы картада жазылып тұр барлығы. Вандал мемлекеті, мысалы солтүстік Африкада, одан кейін бізде Испанияның солтүстік батысында міне свевтер орналасқан болатын. Ал солтүстік Африкада вандалдар сияқты. Ал Галлияның оңтүстік, мысалы Франк аймағы қазіргі, ол Галлия деп аталған болатын. Ежелде осы Галлияның оңтүстік батыс бөлігінде бізде бургундтар корольдіктері өмір сүрген болатын. Құлдырап жатқан империя үшін Паннонияға қоныстанған ғұндар үлкен қауіп төндірді. 451 жылы Атиланың басқаруымен ғұндар Галлияға басып кірді. Каталаон даласындағы халықтар шайқасында император әскерінің қолбасшысы Флавий Аэций ғұндарды тоқтатты. Келесі жылы ғұндар солтүстік Италияны күйзеліске ұшыратты. 453 жылы Атила кенеттен қайтыс болып, оны көп жағдайда Ильдико атты жұбайы олап өлтірді деп айтылады. Ғұндардың одағы ыдырап кеткен болатын. Алайда римдіктер бұл мүмкіндікті пайдалана алмады. 454 жылы Аэций, ал 455 жылы 3-ші Валентиниан өлтірілді. Осы жылы вандалдардың көсемі Гейзерих Римді басып алды. Императордың мұрагері Петроний Максим көше ұрыстарында қаза болып, вандалдар қаланы 2 жұма бойы тонады. Осыған байланысты мәдени құндылықтарды себепсіз жою мағынасын білдіретін вандализм термині пайда болды. Вандалдар кеткеннен кейін Италия мен Римдегі билік қолбасшы Флавий Рицимердің қолына көшті. Ол императорларды тағайындап, орнынан өз еркімен алып отырды. 20 жылда 6 император алмасты. Олардың барлығы өлтірілген болатын. 476 жылы скирлердің басшысы Одакар мәңгілік қаланы жаулап алып, Римнің соңғы императоры Ромул Августы 475-476 жылдар билік құрған тақтан құлатылды. Одакардың ықпалымен Сенат Батыс Рим империясының императоры атағын жою туралы қаулы шығарды және императорлық белгілерді Константинопольге жіберді. Бұл оқиғамен антикалық Римнің тарихы аяқталады. Енді біз франктер туралы айта кетер болсақ, франк мемлекетінің құрылуы, жалпы франктер олар 486 жылы солтүстік Галлияға келді. Яғни міне Франкиш Кингдом деген жерге қарайтын болсақ, осы аймақ солтүстік Галлия деп аталған болатын. Яғни осы барлық Еуропаның орталық және солтүстік бөлігі, осы аймақтың барлығы Галлия аймағы деп аталған. Ал оның солтүстік бөлігінде осы 486 жылы франктер келген болатын. Франктер герман тайпаларының үлкен тобына жатады. Франктердің басында франк патшалығының негізін қалаған Меровей руынан шыққан 19 жасар Хлодвиг тұрды. Хлодвиг соғыста даңқы шыққан деген мағынаны білдіреді. Меровей руының ұрпағы басқарғандықтан 5 ғасырдың бірінші жартысы мен 8 ғасыр аралығын Меровингтер патшалығы деп атады. Бұл әулеттің патшалары салт дәстүр бойынша ұзын шаш өсірді. Хлодвиг франк патшаларының арасында бірінші болып шоғынған адам, яғни дінге сенген адам. Хлодвигтің тұсындағы негізгі әскер жаяу әскер болды. Жыл сайын наурыз айында бүкіл франк халқы король алдында қаруларын тексеру үшін жиналуға міндетті болды. Бұл көктемдік жиын наурыз алаңы деп аталды. Франк тайпалары Галлияны жаулап алғаннан кейін мемлекеттің даму жолын реттеу қажеттілігі туындады. Осы мақсатта бізде Сали заңы жазылған болатын. Енді ұбт-ға дайындалу барысында бізге осы ақпараттың өзі жеткілікті. Ал егер қосымша ақпарат керек болса, енді осында оқып өте кетсек артық болмайды. Енді франк мемлекетінің құрылуы. Франктердің тайпалық одағы 3 ғасырда төменгі Рейнде қалыптасты. Оның құрамына хамафтар, бруктерлер, сугамбрлер және тағы басқа тайпалар енді. 4 ғасырда франктер Рим империясының одақтасы ретінде солтүстік шығыс Галлияға қоныстанды. Олар гал-римдік халықтан оқшау тұрғандықтан бұл уақытта романдалуға ұшырамады. Франктер екі топқа, теңіз жағалауындағы Сали франктері және Маз өзенінің шығысын жайлаған Рипуар франктеріне бөлінді. Жекелеген облыстардың басында дербес князьдер тұрды. Князьдік әулеттердің ішінде Сали франктерінен шыққан Меровингтер әулеті ең күшті болды. Меровингтер әулетінің 3-ші билеушісі Хлодвиг 481-511 жылдар билігін барлық франктерге таратты. Хлодвиг үлкен әскер жинап, солтүстік Галлиядағы соңғы Рим билеушілерін талқандады. Франктер шығыста алемандарды бағындырды.
және бургундықтарды басып алуға әрекет жасады. 507 жылы Хлодвиг Пуате шайқасында вестготтарды жеңіп, Аквитанияны басып алды. Осылайша 6 ғасырдың басында Галлияның үлкен бөлігі франктердің қолына өтті. 497 жылы Хлодвиг жасағымен бірге христиан дінін қабылдады. Осы уақыттан бастап франк корольдері мен папаның арасында достық қатынастар орнады. Хлодвиг мемлекеті ұлдарына бөліп берді. Хлодвигтің ұлдары мен немерелері тұсында Бургундия бағындырылды және германдық Тюрингия мен Бавария герцогтықтары тәуелділік жағдайға қойылды. Аскот мемлекетіне қараған Прованс басып алынды. Сөйтіп франк мемлекеті бүкіл Галлияны және Германияның үлкен бөлігіне билігін таратып, батыстағы ең үлкен корольдікке айналды. Енді франктер мемлекетін жалғастырып өтер болсақ, 511 жылы Хлодвиг қайтыс болғаннан кейін ұрпақтары билігінің соңында жалғау корольдер деген атақ алды. Себебі олар билікке араласпай, король билігі әлсіреді. Билік майордомдар деп аталатын үй басқарушыларының қолына өтті. 741 жылы Қортық Пипин билікке келді. Ол меровингтерді құлатып, король болуды аңсап, Рим папасын пайдаланып бейбіт жолмен келгісі келді. Пипиндер әулетінен шыққан майордом франк мемлекетінің билеушісі болғаннан кейін, франк корольдарының жаңа әулеттің негізі қаланды. Бұл әулет өз өкілдерінен ең танымалы, ұлы Карлдың есімімен Каролингтер әулеті деген атқа ие болды. Каролинг империясы 9 ғасырға қарай сыртқы жаулаудың соққысынан және ішкі ыдырау себептерінен тез құлдырай бастады. 843 жылы ұлы Карлдың балалары Верден қаласында жиналып, империясын қайтадан бөлісу жөнінде шарт жасасты. Бұл бөліс сол кездегі Каролингтік империяның шеңберіне қалыптаса бастаған француз, герман және итальян халықтарының орналасу шекараларына сәйкес келгендіктен, Верден келісімі іс жүзінде қазіргі Еуропаның 3 мемлекеті Франция, Германия, Италияның қалыптасуының негізін қалады. Еуропада жаңа қоғамдық құрылыс феодализмнің қалыптасуының бастауы болды. Егер ұбт-ға дайындалатын болсаңыз, осы ақпарат жеткілікті, ал егер қосымша ақпарат қажет болса, осы құжатты оқып өтсек болады, яғни кітап бетін. 6-7 ғасырлардағы мемлекеттік құрылыс Галлияны бағындырғанға дейін франктерде мемлекеттік ұйым болмады. Жоғары билік әскери қолбасшылардың қолында болды. Қоғамдық және сот істері жауынгерлердің қатысуымен халық жиналыстарында шешілді. Меровингтер кезеңінде, яғни 6-7 ғасырларда мемлекеттік құрылыс салыстырмалы түрде қарапайым болып қала берді. Сот халықтың қолында қалды. Әскер король жасағы мен барлық еркін франктерден құралды. Әкімшілік, қазына, жоғары сот билігі сол бұрынғы адамдар мен органдардың қолында шоғырланды. Король билігі нығайды. Тақ мұрагерлікпен берілді. Халық корольдің алдында ант берді. Мемлекеттегі барлық істермен патша сарайының адамдары айналысты. Жылына 2 рет, көктемде және күзде шонжарлардың жиналысы шақырылды. Онда шыққан заң актілері жарияланды және жаңа заңдар талқыланды. Барлық жауынгерлердің жиналысы әскери байқауға ұласты. Сот Хлодвигтің кезінде жазылған Сали ақиқатына негізделді. Облыстар мен округтерді графтар басқарды. Франктердің тұрақтары басым солтүстік Галлияда графтықтар германдықтардың әскери ұйымы негізінде ұйымдастырылды. Ал орта және оңтүстік Галлияда римдік провинциялық құрылыс сақталды. Жаңа майордомдар әулетінің билікке келуі. Меровингтер әулетінің соңғы билеушілері елдегі биліктен айырылып қалды. Халық оларды менсінбей жалқау корольдер деп атаған. Мемлекеттегі нақты билік майордомдарға, майордомус, сарайдың үлкені, король болып жарияланды. Ал соңғы Меровинг 3-ші Хильдерик пен оның ұлы монастырға жіберілді. Папаның қолдауы үшін Пипин шексіз алғысын білдіріп, 754 және 757 жылдары лангобардтарға 2 жорық жасады. Олардан тартып алынған Рим және Равенна облыстары папа 2-ші Стефанға сыйлыққа берілді. Осылайша папа облысы пайда болды. Рим папасының мемлекеті 1870 жылға дейін өмір сүрді. Қазіргі Ватикан мемлекеті оның бір жұрнағы болып табылады. Франк мемлекетінің ең күшейген кезеңі ұлы Карлдың 768-814 жылдары атымен байланысты. Ұлы Карл әлемдік империя құру мақсатымен жаулап алу саясатын жүргізді. 774 жылы ол Италиядағы лангобардтардың барлық иеліктерін жаулап алуды аяқтады. Ұлы Карлдың төменгі Рейн мен Эльба аралығын мекендеген сакстермен соғысы 772-804 жылдары ең ауыр және ең ұзақ болды. Бавария герцогі франк билігінен құтылу мақсатында авар қағанатымен одақ құрды. 778 мұндағы авар дегеніміз ол жужандар болған болатын. Жужан тайпаларының батыстағы атауы.
778 жылы ұлы Карл Бавария герцогтігін жойып, мемлекетті өзі тағайындап отырған графтардың басқаруына берді. 788 жылы аварлармен соғыс басталды. Соғыста ұлы Карл авар қағанатының шапқыншылықтарынан жапа шеккен славяндарды өз жағына тартты. Сөйтіп, франктер мен славяндардың біріккен іс-әрекеттері нәтижесінде аварлардың ордасы басып алынды. Ұлы Карл қағанның орасан зор қазынасын қолға түсірді. Орасан зор жерлерді жаулап алу франк мемлекетінің шекарасын бірнеше есе ұлғайтты. Енді ол Эбро өзені мен Барселонадан Эльба мен Балтық жағалауына дейін, Ла-Манштен Орта Дунай мен Адриатқа дейін созылып жатты. Ұлы Карл құрған империя бұрынғы Батыс Рим империясының үлкен бөлігін алып жатты. 800 жылы Рим папасы 3 Лев Рим қаласында ұлы Карлге Рим императорларының тәжін кигізді. Франк мемлекетінде аумақтық басқару жүйесі орнықты. Мемлекет графтықтарға бөлінді. Олардың басында графтар тұрды. Графтар әкімшілік сот істеріне жауап берді. Әскери жасақ шақырып, оған басшылық етті. Корольдің пайдасына салық пен басқа да алымдар жинады. Жоғары мемлекеттік билікті король сарайының қызметкерлері жүзеге асырды. Жалпы, осылайша Австрия аймағының майордомы Гедесталдық Пипин 687-714 жылдар ішкі күрес барысында елдің тізгінін қолына алды. Король мен герцогтер оны жалғыз майордом ретінде мойындап, франктердің герцогі атағын берді. Дегенмен Пипиннің өлімінен кейін мемлекетте азамат соғысы басталды. Алайда оның мұрагері Карл Мартель 715-741 жылдары барлық герцогтарды жеңіп, елді қайта біріктірді. Осы уақыттан бастап франк мемлекетін каролингтер әулеті билей бастады. Дегенмен Карл Мартель король атағын қабылдамады. Карл Мартель тұсында азамат соғыстары кезеңі түпкілікті аяқталды. Фриздер мен сакстер бағындырылды. 732 жылы арабтар Аквитанияға басып кірді. Пуатье шайқасында франктердің жаяу және атты әскері араб атты әскерін үлкен қиындықпен тоқтата алды. Карл бұл жеңісінің құрметіне Мартель балға атанып кетті. Жаулап алу соғыстарын жүргізуге және араб атты әскеріне қарсы тұру үшін жаңа әскер жасақтау қажеттілігі туындады. Шаруалардан құралған ежелгі франк жасағы жаңа талаптарға сәйкес келмеді. Осының барлығы Карл Мартельді әскери реформа жүргізуге итермеледі. Оның барысында кәсіби атты әскер құрылды. Атты әскердің қатарында өзін және әскери атты толық қамтамасыз ете алатын дәулетті адамдар ғана соғыса алды. Алғашқы франк корольдері өз жауынгерлеріне жерлерді таратып берген еді. Соның нәтижесінде корольдік жерлердің басым бөлігі феодалдардың қолында болып шықты. Карл Мартель жер үлестірудің шартты түрін енгізді. Жер қызмет үшін және жерді алушының өліміне дейін ғана берілді. Ол жер бенефиций, латынша бенефициум, жақсылық жасау деп аталды. Бенефиций алған адам вассалға тәуелді, яғни вассалға айналды. Ал оны берген адам сеньор атанды. Вассал антын бұзған жағдайда сеньор оның жерін тартып алуға құқылы болды. Алғашқы кезде бұл реформа мемлекеттік билікті күшейтті және оның әскери қуатын арттырды. Бірақ кейін бенефиций иелері, яғни феодалдар, корольдің вассалдары қайта күшейіп, корольдік билік әлсіреді, яғни феодализм қалыптасты. Карл Мартельдің ұлы екінші Қортық Пипин 741-768 жылдары билік құрған. Билігін заңдастыру үшін папаға елші жіберіп, қолдауын өтінді. Лангобардтарға қарсы күресте франк мемлекетінің әскери көмегіне зәру болған Рим папасы оның таққа отыруына қарсы еместігін білдірді. 751 жылы Суассундағы франк шонжарларының жиынында Пипин король ретінде жарияланған болатын. Каролингтер империясының ыдырауы. Франктердің жаулап алу соғыстары арқылы құрған империясы әлсіз мемлекеттік құрылым болатын және ұлы Карлдың өлімінен кейін ыдырап кетті. 843 жылы Верден қаласында Карлдың немерелері Лотар, Людовик және Карл империяны бөлу туралы келісімге қол қойды. Лотар император атағын сақтай отырып, Италия, Византияға тиесілі оңтүстік Италиядан басқа жерлерін иеленді. Яғнымдағы Италия аймағын Лотар, Карлдың баласы Лотар иеленген болатын. Карлдың немересі Лотар иеленген болатын осы Италия аймағын. Ал батыс Франция жері ол Карлге, яғнымдағы западны Франкское королевство деген ол бізде Карлге тиісті болған болатын. Ал шығыс Франк, яғни қазіргі Германия территориясы, ол Людовикке берілді. Осылайша империяны бөліске салу этностық белгілер бойынша жүзеге асырылды. Жаңадан құрылған мемлекеттердің орнына кейін
Франция, Германия, Италия халықтары қалыптасқан болатын. Жалпы Батыс Рим империясының құлауы осылайша жүзеге асқан болатын. 410 жылы вестготтар Аларих бастаған Римге кіріп, 3 күн тонады. Германдықтар Константинопольге қайтарған императорлық белгісі, плащ пен бас киім. 455 жылы вандалдар 2 апта бойы Римді талап мүліктер мен өнер туындыларын алып кетті. Вандализм термині қалыптасты. 476 жылы Рим қолбасшысы Одакр соңғы Рим императоры Ромулагусты тақтан тайдырды. Одакр императордан Италияның 3/1 беруді талап етеді. Батыс Рим империясы ресми түрде жойылады. Және бізде бұндағы айта кететін нәрселер бар. Ол мысалы ежелгі германдықтардың ру тайпалық қатынастардың ыдырауы. Жалпы герман тайпалары біздің дәуіріміздің басында Рейн, Адьор, Дунай өзендерінің аралығындағы жерлерді мекендеді. Римнің солтүстік көршілері, жаңа бүкіл тақырып айтып отырған тайпалар, олар герман тайпалары деп аталған болатын. Батыс Рим империясында герман тайпалары вандалдар, вестготтар, ағылшын сакстер, франктердің шабуыл үдетті. Герман тайпаларының Рим империясының аумағына басып кіруі 4 ғасырдың соңында орын алғандықтан 4 және 7 ғасырлар аралығын халықтардың ұлы қоныс аудару уақыты деп атайды. Яғни бұл ұлы қоныс аударуға әсер еткен негізгі факторлардың бірі ол ғұндардың Азиядан келуі болып табылады. Енді бізде айта кететін нәрсе, мысалы біз осы әр жаңағы герман корольдеріне жеке-жеке тоқталсақ болады. Мысалы алдымен Вестгот корольдігі. Вестгот корольдігі 419 жылы Вестготтар Галлияның оңтүстік батыс бөлігін жаулап алып, өздерінің корольдіктерін құрды. Оның астанасы Тулуза қаласы болды. Вестготтар империяның ресми федераттары, одақтастары саналғанымен, шын мәнінде олар Рим аумағындағы алғашқы тәуелсіз варварлық мемлекетті құрды. 6 ғасырдың басында франктерден жеңіліс тапқан Вестготтар корольдігін Испанияға ауыстырды. Жаулап алушылар Пиреней халқының азшылығын құрады. Сондықтан көп ұзамай олар жергілікті испан Рим халқымен араласып кетті. Испаниядағы Вестгот корольдігі түбектің үлкен бөлігін алып жатты. Ал түбектің солтүстік батысында Свевтердің корольдігі қалыптасты. Вестгот мемлекетінде феодалдық қарым-қатынастардың дамуы мен ішкі бүліктер басталды. Бұл арабтардың Испанияны жаулап алуын жеңілдетті, яғни реконкиста қозғалысы. Яғни карда қарап отыратын болсақ, Еуропаның батыс бөлігінде Вестгот корольдігі құрылған болатын, ал оның солтүстігінде көшілері Свевтер болған болатын. Енді вандалдар корольдігіне келер болсақ, 3 ғасырда вандалдар Германияның ішкі аймақтарынан Орта Дунайға қоныс аударды. Ғұндардың қысымы мен олар Свевтермен және аландармен бірге 5 ғасырдың басында Орта Рейндегі римдік қорғаныс шебін бұзып өтіп Галлияға, ал кейін Испанияға басып кірді. 428 жылы вандалдар мен аландар Гибралтар бұғазы арқылы солтүстік Африкаға өтіп, оны жаулап ала бастады. Вандалдардың королі Гизирих жергілікті берберлер мен Рим легиондарына қарсы күресте жеңіске жетіп, 439 жылы вандал мемлекетін құрды. Яғни Африканың солтүстік бөлігінде Еуропа мен Африка аралығын байланыстырып тұрған Гибралтар бұғазы арқылы вандалдар осы жерден өтіп, Африканың солтүстік бөлігінде 439 жылы Гизирих вандал мемлекетін құрды. Оның орталығы қайта жаңғыртылған Карфагенде орналасты. Вестготтар сияқты вандалдар да империяның одақтастары саналды. Алайда бұл жағдай олардың Рим империясының аумақтарын басып алуға және қалаларын тонауға ешбір кедергі келтірмеді. Вандалдар римдіктерді аяусыз тонап, жерорта теңізіндегі Сицилия, Сардиния, Корсика және Балиар аралдарын басып алды. 455 жылы вандалдар Римді тонады. Вандалдардың мемлекеті 534 жылға дейін өмір сүріп, Византия тарапынан жаулап алынды. Енді келесі Бургундия корольдігі. Шығыс германдық Бургунд тайпасы 4 ғасырда Орта Рейнге қоныс аударды және Вормс ауданында өзінің корольдігін құрды. Ғұндар Бургундияны талқандағаннан кейін бургундтықтардың қалған бөлігі Аэцийдің келісімімен федераттар ретінде Савоя жеріне қоныстанды. 457 жылы бургундықтар астанасы Лионда орналасқан жаңа мемлекет құрды. Олар өзге герман тайпалары сияқты жергілікті халықтан жердің 3/2 бөлігін тартып алып, туыстық белгілер бойынша Галлияға қоныстанды. Гал римдіктердің ықпалымен бургундтерді рулық қауымдық құрылыс ыдырады. Бургундия корольдігі Рим империясы құлағанға дейін онымен тығыз байланыстарын сақтады. 534 жылы Бургундияны франктер жаулап алды. Яғни Гал аймағындағы франктер осы бургундтарды жаулап алған болатын. Енді Астгот корольдігі. 453 жылы
ғұн одағы ыдырағаннан кейін остготтар Византия империясының федераттары ретінде Дунай аймақтарына қоныстанды. Амалдар әулетінен шыққан Теодорих остготтарды біріктіріп король ретінде басқара бастады. 488 жылы ол шығыс римдік императордың қолдауымен Италияны жаулап алу мақсатында жорыққа шықты. Остготтар шешуші жеңіске жете алмады. 493 жылы Теодорих пен Адоакр келісімге келіп, Италияны бөлісіп алды. Алайда Адоакр Теодорихте өткізілген тойда сатқындықпен өлтіріліп, бүкіл Италия жері остготтардың қарамағына өтті. Осылай Адоакр өліп, Италия жері остготтарға енген болатын. Осылайша варварлардың кезекті мемлекеті Остгот корольдігі құрылды. Оның құрамына Италиядан басқа Дунай жерлері, қазіргі Швейцария, Австрия, Венгрия, жаңа айтып өткен Паннония аймағы да енгізілді. Мемлекеттің астанасы Равенна болды. Остготтар солтүстік және орталық Италияны қоныстанды. Олар Адоакрдың жақтастарынан жерлердің 3/1 тартып алып, өзара бөлісіп алды. Римдік жер иеленушілердің иеліктері сол күйінде сақталды. Остгот жаулап алуының нәтижесінде Италияда ірі жер иеліктері сақталды. Сонымен бірге ұсақ жер иеліктері де көбейе түсті. Теодорих өзін Рим императорларының ізбасары ретінде ұстауға тырысты. Оның заңдары Рим құқығына негізделді, ал германдықтардың дәстүрлі құқықтары екінші деңгейге ығыстырылды. Сөйтіп Италияда Рим құқығы және бұрынғы мемлекеттік аппарат сақталды. Тіпті сенат та жұмыс істеп тұрды. Жоғарғы қызмет органдарына Рим шонжарлары тартылды. Христиан шіркеуі готтардың ариан шіркеуімен теңестірілді. Готтар үшін ерекше германдық басқару жүйесі құрылды. Оның басында графтар тұрды. Теодорихтың өлімінен кейін билік үшін күрес басталды. Бұл жағдайда Византия империясы пайдаланып қалды. 534-555 жылдары аралығында готтар мен римдіктердің төменгі тап өкілдері Византияға қарсы үздіксіз соғыс жүргізді. 555 жылы Шығыс Рим империясы Италияны жаулап алуды аяқтады. Юстиниан император, яғни Византия императоры, Италиядағы римдік тәртіпті қалпына келтіріп, Рим шонжарларына жерлері мен құлдарын қайтарып берді. Готтардың басым бөлігі елден кетті. Тек Италияның солтүстігінде ғана олардың қоныстары сақталып қалды. Енді келесі корольдік, Герман корольдігі, ол Лангобард корольдігі. 568 жылы Италияға солтүстіктен лангобардтар басып кірді. Олар Паннониядағы герман тайпалары, сакстер, гепиттер мен сарматтардан және болгарлардан құралған тайпалық одақтың басында тұрды. Енді лангобардтардың королі Альбойн Италияны Византиядан тартып алуды көздеді. Өзге герман тайпаларымен салыстырғанда лангобардтар өте қатал жаулап алушылар саналды. Олар қалаларды жойып, олардың тұрғындарын қырды және құлдыққа салды. Лангобардтар ірі жер иеленушілердің мүлкі мен жерін тартып алып, өздерін қолға айналдырды. Елдің солтүстік бөлігінде лангобард герцогтарының билігі толық орнады. Лангобард мемлекетіне орта Италиядағы Византияның иелігіндегі Равенна және Папа аймағы Рим ғана еңбек алды, ал оңтүстік Италияда Беневат пен Спалетта герцогтықтары лангобардтарға тиесілі болды. Олардың ең көп тұрақтары По өзені бойында орналасқандықтан бұл аймақ Ломбардия деп аталып кетті. Лангобардтық жаулап алу Италиядағы құл иеленушілікке шешуші соққы берді және феодализмнің дамуына ықпал жасады. Феодалдық қарым-қатынастардың дамуы нәтижесінде елде корольдік билік әлсіреді. Мемлекетте саяси күрес басталды. Бұқара халықты өзіне тәуелді етіп әскери жасақтар ұстаған герцогтар мен басқа да феодалдар толық дербестікке ұмтылды. Осы уақытта Лангобард мемлекетінің сыртқы саяси жағдайы қиындай түсті. Рим папалары Тибр өзені бойындағы Лангобард жерлерін басып алуға әрекеттеніп, көмекке франк корольдерін шақырды. 754 және 757 жылдары Қортық Пипин Лангобард мемлекеті жерінің бір бөлігін тартып алды және оны папаға сыйлыққа берген болатын. Бұл тайпалардың барлығы дерлік жаңағы римдіктер өздерінің жат жерліктер деп атаған, варварлар деп атаған тайпалар болған болатын. Осылайша жалпы Батыс Рим империясы ыдырайды, оның орнына жаңағы герман тайпалары құрылады. Вандалдар, остготтар, вестготтар сияқты. Енді қорытынды ретінде айта кетер болсақ, ол Батыс Рим империясының мұрасы мен сабақтары. Жалпы Рим империясының құлауымен бізде ежелгі дүние тарихы аяқталып, орта ғасырлар тарихы басылады. Яғни бұл 476 жылы деп есептеледі. Батыс Рим империясының құлауымен құл иеленушілік жүйе жойылады.
476 жылы феодалдық қоғамға көшу жылы деп есептеледі, яғни феодализм қалыптасады. Осы қол иеленушілік дәуірден кейінгі жүйе. Рим бір күнде тұрғызылмады және бір күнде құламады. Оның тарихы күш пен әлсіздіктің мәңгілік сабағы. 476 жылы тарихтағы маңызды оқиғалар: қол иеленушілік құрылыс жойылып, Батыс Рим империясы құлаған болған болатын. Осылайша бүгінгі Батыс Рим империясының құлауы дәрісіміз аяқталған болатын. Сұрақтарыңыз болса комменттерге жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.